Украина аскерлері Бахмут жеварларында ноқталарны душмандан темизлей. 3-ші ұжым бригадасы аскерлерінің білдіргеніне көре шерге кереш ноқталарында яны муафақиетлер мевжуд. Бір геже içerisinde душман жебе бойы 2 километр ұзынлығындаки меңзелге ве 1 километр ишғал етілген топрақларға кері чекілмек мejburiyetinde қалды. Бұйық зарарны Русияның 57-ші бригадасы ве мабуслерден тешкил етілген штормзе табуры көрді. 30 рус ишғалжы өлдірілді. 40 яраланды. Украина аскерлері құршын мағазларына вирус ишгалжилерінің тейджизатларını yok etті. Душман Северский Донец Донбасс каналына қадар қуылды. Тут кладбище какое-то. Они хоть мертвые все? Рус тешвиқатчы кәғытларны, колорад шеритлеріні ве уч ренкли басмаларны яқмаға сары шерит әрекетінде чағырдылар. Сөзде Русия күніне бұқыбы хайрлавларны фаалер Қырымдан Луганскқа қадар ишғал етілген топрақларда азырлай. Бұқыбы протесто сойқырым ве русларның керчеклештірген экоцидіне жевап олажақтыр. Хатырлатамыз ки ишғалжылер бұл фаалиеттің иштиракчылеріні тапмақ үшін бұйық құвет сарф етейлер. О себептен да бір кере еркесіні мұқайт олмаға чағырамыз. Спалюйте газети, спалюйте їхні російські триколори та колорадські тряпки. Спалюйте пропагандистські продукти рашистів. Ігноруйте рашистів. Зараз нам всім треба показати массовый протест. А теперь обращаюсь к рашистам, которые за все это отвечают. Геноцид украинского народа, репрессии, экоцид, за который вы лично будете нести ответственность в суде, нас не запугает, потому что мы будем свободны, а вы будете в Гаге. Ақерда базыларының чақмасымен жасус Қыдыров тарқала. Шерінің ишғалжы мемориетінде білдіргенлеріне көре Ақерда базыларының чақмасымен жасус Қыдыров тарқала. Шерінің ишғалжы мемориетінде білдіргенлеріне көре малюмат евінден қаршы евде яшаған адамны бинокль ярдымымен тақып еткен қадындан келді. Сан кедерсін адамның балконында гизленген камераларны көрген. Олар Ақердің Стрелецкий лиманыны тақып екен. Сан кедерсін қомшысы русларының Қара деңіз филосында қалғанларны тақып етіп деңіз дронларының ұжымлеріні түзелті еді. Қадынның бұларны чақмасы ишғалжылар тезден реакцияны көстеріп, Украина жасусларны қыдырмақ мақсадымен бүтін евлеріні арап шықты. Ишғалжылар Украина тарафтарлы граффитилер себебінден екі кереш сакинына махкеме етежек. Шерінің ишғалжы махкемесі Егор Савченко ве Михайло Житковға ев аписы жазасыны берді. Оларны саяси нефретні уяндырған вандаллықта қабатладылар. Эсасыз давада ишғалжылар адамларының мемори биналарда рус итережілігінің ресімлеріні, женке қаршы шеарларны ве фікірлеріні Қырымның Украинаға айт олғаныны язған екен. Шымдылық оларға 3 ел апис жазасы берле білежеге ақта сөз кете. Украина тарафтарларының санат манифесті бойынша ең көрілтілі дава Кезлев Сакины Богдан Зизанин бағлыдыр. Кечкен күнлері оғланға 15 ел апис жазасы үкімі чықарылды. Ой ишғалжы мемориетінің дуварларына сары мавы боя төкіп яқмаға естеген едім.